Сәлем досым. Welcome back to my YouTube channel. Менің YouTube каналымдағы келесі видеоға қош келіпсің. So it's nice to see you here. Сені көргеніме қуаныштымын. It's so nice that you are trying to learn. Keep learning, please. Оқуға жаңағыдай ынтамен оқуға тырысып жатқаның үшін қуаныштымын. So in this video you will learn one of the most important thing about English grammar. Осы видео арқылы сен осы видеода ағылшын тілі грамматикасындағы маңызды бір тақырыпты үйренетін боласың. Ол parts of speech деп аталады. Parts of speech, яғни қазақшаға аударғанда сөз таптары. Қазақ тілінде де бар ғой, негізі кез келген тілде бар деп ойлаймын. I'm not sure. Енді бар шығар. Сол parts of speech. Ол деген не, жалпы сөз таптары дегенде қазақ тіліндегі сөз таптарын can you remember? Есіңде ме? Есіңе түсіре аласың ба? Can you remember? For example, зат есім, мысалы үшін зат есім, сын есім, сан есім, so on, etc. иә? Сол сияқты. Ол бізде ағылшын тілі грамматикасында да бар. Мен соны бүгін оқытқым келді. Мысалыға, in your own language, in Kazakh, for example, Kazakh language, how many parts of speech are there? Өзіңнің қазақ тілі, иә? Қазақ тілінде қанша сөз таптары бар? Are they 8? Or are they 9? Олар 8 ба? 7 ма? Нешеу екен? It doesn't matter. Ол маңызды емес, нешеу екен. Бізге қазір жаңағы ағылшын тіліндегі parts of speech маңызды. Actually, they are 8, but now in this video, I'm going to teach you 5 of them. Yes. Олар негізі 8, бірақ осы видеода мен сізге 5-еуін үйретейін деп тұрмын. Себебі олар ең маңыздысы. Бізде сөйлем құраған кезде ең маңыздылар деп мен таптым сол 5-еуін. Енді менің ойымша сол негізі 5-еу ең негізгі маңыздысы. Сонымен біріншісі noun. Noun дегеніміз ол зат есім. Noun can be a person, noun can be animal, noun can be things or places or ideas. Ол зат есім. Зат есім ол адам болуы мүмкін, ол жануар болуы мүмкін, ол табиғат болуы мүмкін, жалпы ол немесе заттар болуы мүмкін, немесе орындар болуы мүмкін. Ал кейбір кезде ол идеялар да болуы мүмкін. Қысқаша айтып кетемін. Noun. For example, what can you see here? What is it? Can you name? What is it? Бұл не? It's a flower. Yes. Мысалы, зат есім дегеніміз затқа атау береді. Қазақша қарапайым тілмен түсіндірейін. Сіз көзіңізді жұмып ашқан кезде, мысалыға, не көресіз? Көзіңізге, мысалы, не түседі? Жалпы біздің айналамыздың, қоршаған ортамыздың барлығы зат есім ғой? Заттар. Адамдар да зат есімге кіреді. Мысалы, мына жерде. Менің айналамда заттарды айтатын болсақ. It's a book, copybook, flower, yeah? Вот осылай. Осыларды біз зат есім деп айтамыз. Енді осыларды ағылшынша nouns деп айтады. Келесі бізде екінші сөз табы ол verb. Өте маңызды. One of the most important one. Verb. Verb деп отырғанымыз етістік. Етістіктер ағылшын тілінде өте маңызды. Етістіксіз ағылшын тілінде сөйлем болмайды. Мысалға, қазақша сөйлем келтірейін. Сен әдемісің деген жерде сен әдемісің.
Бұл жерде етістік жоқ, иә? Не бар бұл жерде? Сен. Сен деген кім? Бастауыш, әдемісің, баяндауыш, иә? Бірақ бұл жерде етістік жоқ. Ал сен әдемісің деп ағылшынша айтатын болса, қалай айтамыз? You are beautiful деп айтуымыз керек. Ал бұл жердегі етістік, can you guess? Are, to be. To be дегеніміз ол болу деп аударылады, етістік. Сонымен кеттік. Екіншісі verb дедік, иә? Verb міндетті түрде ағылшын сөйлемінде болуы керек. Verbсіз құралған ағылшын тіліндегі сөйлем ол демек қате деген, енді қате болады. So, үшіншісі бізге керегі adjectives. Adjectives. Adjectives дегеніміз ол сын есімдер. Сын есімдер есімізге түсірейік, қазақ тілінде ол қандай? Сын есімдер заттың сынын, сапасын, қандай екенін білдіреді. Мысалы, Нагүл қандай? Әдемі, иә? Вот әдемі деген кезде сын есім. Соны біз ағылшынша айту үшін қолданамыз adjectives'ті. Мысалы, beautiful. Ал әдемі деген сөз, иә? Бұл гүл әдемі. The next one is pronoun. Pronoun дегеніміз қазақшада есімдік деп аударылады. Pronouns. Мысалға, зат есімдер бізде мысалы, адамдар ғой, иә? Менің әке, менің аға, менің анам деген сияқты. Ал pronouns, we have 8 pronouns. They are I, and you, we, he, she, it, осылар. Сонымен қатар есте сақтаңыз, please remember it, ағылшын тілінде сіз деп айтылмайды да, сіз деген сөз жоқ. Мысалы, бізде бар ғой қазақ тілінде сен, сіз, бірақ ағылшын тілінде жоқ та ол. You кете береді барлық жерге. Сіз десе де you деп айтады, сіздер, сендер деп көпше қылып айтса да, сол you'ды қолданамыз. Remember it. Сонымен, the last one is articles. Ең соңғысы артикльдер. Ол артикльдер дегеніміз қазақ тілінде жоқ, бірақ ағылшын тілінде бар. Олар a, n, сонымен қатар the. Үшеу. Біз білеміз ғой қалай қолданылады n. Егер білмейтін болсаңыз, менің келесі видеом бар, артикльдерге арналған, сол видеоны қарап шықсаңыз болады. Жалпы мен осы видеомда мен сіздерге тек қана осы бесеуін айтып кеткім келді. Енді сізге тапсырма, осы бесеуін білдік қой, сізге тапсырма. Қазір мен сізге мына жерге сөйлемдер беремін, соны сіз комментарияға сол әрбір сөздің жанына талдап жазуыңыз керек. Мысалы, мына сөз noun деген сияқты, мына сөз verb деген сияқты. Okay? Is everything clear? So, bye!